Дәл қазір біз көптен күткен география және табиғатты пайдалану факультетінің үздік студенттік тобын анықтайтын боламыз. Сондықтан да назарларыңыз бізде болсын. Birlikпенен ұйымдасып қашанда, елестердің шыңында біз боламыз. Біздің болашақ тобы ерекше, түсіну керек еді. Кеше бәріміз бірге. Назарларыңыз бізде болсын. Біз дәл қазір осы жерде география және табиғатты пайдалану факультетінің үздік топ студенттерін анықтайтын боламыз. Сондықтан да тамашалаймыз. Факультет сайысына қатысқандарыңызға көп рахмет. Турлар өте қызықты өтті, командалар басқа факультеттерден қарағанда көп және өте белсенді болды. Командаларға келетін болсақ, командалар маған жалпы ұнады, өте креативті, жан-жақты ойлайтын және идеялары күшті, ұйымшыл. Өздеріңіздің сіздер қазір бір команда болып, бір жұмысты алып шыға алатындарыңызды және ұйымшылдықтарыңызды көрсете алдыңыздар. Енді осыны бұйырса факультеттік деңгей, факультет аралық деңгейде көрсететіндеріңізге мен сенімдімін. География және табиғатты пайдалану факультеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросының ең үздік студенттік топ жобасында белсенділік танытқаны үшін Корекоттек командасы дәл осындай мәтінмен ең үздік студенттік топ 2022 жобасында белсенділік танытқаны үшін Global тобы марапатталды. Табиғатты пайдалану факультеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросының ең үздік студенттік топ жобасына қатысып, 3-ші орын иеленгені үшін болашақ командасы бюросының ең үздік студенттік топ жобасына қатысып, жүлделі 2-ші орын иеленгені үшін ректордың балалары факультеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросының ең үздік студенттік топ жобасына қатысып, 1-ші орын иеленгені үшін ең ерекше, ең креативті топ Турлай тобы.
дәл қазір біз география және табиғатты пайдалану факультетінің үздік топ студенттерінің қасындамыз. Бүгінгі жарыста жеңіске жеттіңіздер. Қандай сезімдесіздер? Өте күшті. Басында біз ойлағанбыз, бәрі де бір видеомен көрсетті, ал біз тек қана билеп, көрініспен көрсеттік та, потом біз ойлаған жоқпыз, что біз жеңеміз деп, но тобымыздың арқасында алып шықтық. Өте күшті сезімде тұрмыз қазір. Осы жарысқа қанша уақыт дайындалдыңыздар? Осы жарысқа біз кешеден бастап дайындалдық. Кеше түнде бізге ақпарат келді ғой, сол ақпараттан бастап біз өлең шығардық, биді ұйымдастырдық деген секілді. Топтың ұйымшылдығының арқасында осындай нәтижеге жетіп тұрмыз деп айтсақ болады. Өте керемет. Болашақта осы жарысқа қатысам деушілерге қандай кеңес берер едіңіздер? Жалпы біз жастармыз, біз студенттерміз. Сондықтан да біз әрқашанда жалындап тұруымыз қажет, және де осындай кереметтей сайыстарға сіздерді болашақ қатысушыларды қатысуға шақырамын. Өйткені біз өзіміздің бәсекелестігімізді жаңғыртуымыз қажет, және де әрқашанда ізденісте болыңыздар. Біз тағы да хабардамыз. Дәл қазір география және табиғатты пайдалану факультетінің ең үздік студенттік тобы анықталды. Осы тұста ең үздік студенттік топ жобасының координаторы Сатеев Ғалымжан. Осы жобаны 10 балдық шкаламен қалай бағалар едіңіз? Бүгінгі сайыс өте жоғарғы деңгейде өтті. Ұйымдастырушылар және қатысушылар тарапынан ешқандай кемшілік мен байқамадым. Өз деңгейінше командалар өте тартысты түрде сайысты өткізді деп ойлаймын. Өте керемет. Және де осымен қатар сіз осы топты көрген кезде, барлық топтарды көрген кезіңізде қандай сезімге бөлендіңіз? Және де қайсы топ бірінші осы жүлдені алып кетеді деп ойладыңыз? Өте жақсы қызықты сұрақ. Сайыс барысында белгілі бір фаворит болған жоқ. Барлығы өте жоғары деңгейде өнер көрсете білді. Алайда ең соңына келген кезде туризм мамандығының тобы Турлайф оқ бойы озық